Есікті кім ашады? Күндердің бірінде жаңадан үйленген ерлі зайыпты бүгін үйге кім келсе де есік ашпаймыз деп бәстесіпті. Аз уақыт өткен соң есік қоңырауы басылыпты. Олар есіктің саңлауынан қараса, жігіттің әке-шешесі екен. Алайда олар есікті ашпапты. Қариялар күте-күте амалсыз үйлеріне қайтып, түс ауа есік қоңырауы тағы да шырылдап қоя беріп, ерлі зайыпты екеуі саңлаудан қараса, әйелдің әке-шешесі екен. Олар өзара айтқанымыздан қайтпаймыз депті. Бірақ дәл осы сәтте әйелі еңіреп қоя беріпті. Бұған дәті шыдамаған күйеуі ақыр есікті ашыпты. Арада көп жыл өтіп, олар 4 ұлдың әке-шешесі болыпты. 5-шісі болып, қызы дүниеге келген сәтте қатты қуанған әкесі барлық дос-жаран, туыс-туғандарын шақырып, ұлан асыр той жасапты. Бұл істің байыбына бара алмаған жолдастары одан: "Сен 4 ұлың дүниеге келгенде мұнша қуанбап едің, ал қызың дүниеге келгенде неге мұнша қуандың?" деп сұрапты. Сонда балалардың әкесі баяғыда болған оқиғаны әңгімелеп беріп, "Жаратқан ием ақыр бізге есік ашып беретін бір перзентті берген екен. Бұған неге қуанбасқа?" деп мәз болған екен.